Сәлем, бүгін сендермен 4-ші сабақты табайтын боламыз. Бұнда бізде 6-шы сыныптық жұмыс тіптері драма және комедия. Яғни бірінші тапсырмада біз 1-ден 9-ға дейінгілерді салыстыруымыз керек. Яғни кім жазды? Мысалы бізде біріншіде Уильям Шекспир путь, яғни 2, ол бізде D. On my place. Екінші La La Land 1, яғни 3. Бізде H бізде many Oscars. Яғни бірнеше Оскар жүлделерін алды. The play had бізде A happy ending. Бақытты аяқталады. Дәл осылай барлығын аяқтатып шығасыздар. Екінші бізде келесі 3-ші тапсырма choose your correct answers. Яғни дұрыс нұсқасын таңдаймыз. I often go to the cinema with my brother and sister. Мен жиі ағамен және әпкеммен бірге кинотеатрға барып тұрамын. Our school, яғни дәл осылай барлық тапсырмаларды аяқтайсыздар. I sometimes take part of drama and acting competitions. Бұл барлығы осында берілген. Келесі екінші тапсырмада complete the sentences within the past simple form of the words in the box. Яғни өткен шақ формасына айландырып жазамыз. Мұнда біздерген they took, яғни he had an interesting idea for a film. Оның қызықты идеясы бар фильм туралы. She watched a play in the theater last Sunday. Яғни ол театрда өткен воскресеньеде көрді. Дәл осылай барлығын аяқтап шығасыздар. Келесі 4-ші тапсырма бізде complete the text with the verbs in the past simple. Яғни мұнда берілген етістіктердің өткен шақ формасын жазып шығамыз. Эмир Байгазин, яғни is a Kazakh actor and film director, яғни продюсер және де актері. He was born in Tamda village on 19th July. Яғни 1984 жылы 19-шы шілде кезінде дүниеге келген. And he lived, яғни ол жерде өмір сүрді отбасымен бірге. He had a mostly happy, яғни ол бақытты балалық шағы болды. And was interested in films and cinema from an early age. Яғни ол жас кезінен бастап фильмдерге қызығатын болған. Фильмдер мен киноларға қызығатын болған. He learned a lot of school and graduated on high school in. Яғни 2002 жылы ол яғни орта мектепті бітірді. Ол орта мектептен кейін оқыды өнер мектебінде және оны қазақ ұлттық өнер академиясын 2004 жылы бітірген. Келесі бет бізде 33-ші беттегі жаттығулар. 33-ші беттегі жаттығуларда біріншісінде complete the table with the past simple form of the verbs. Яғни мұнда берілген сөздердің етістіктерін қойып шығамыз. Бізде liked, яғни өткен шақ формасында liked, ұнатты. Яғни өткен шақ кезінде мысалы played, яғни acted. Мысалы оның етістіктің бұрыс түрінде buy, bought, have, had, go, went, know, knew, make, made, write, wrote. Дәл осылай жазып шығамыз. Келесі тапсырма бізде complete the text. Яғни мұнда берілген қорапшаның ішінде берілген сөздердің өткен шақ формасын жазамыз. One summer my dad bought 2 tickets to a West End theater and
Dad and I traveled to London by train and we saw an amazing production of The Lion King in a traditional London theater. яғни өткен бір жаздары менің әкем 2 билет сатып алды дейді. Және ол билетпен біз Лондонға пойызбен саяхаттадық. Біз әртүрлі, яғни Lion King, бұл мультикті барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын. Соның театрданған көрінісін көрдік дейді. Келесі. The production was long, яғни but it was fantastic. The actors sung and danced for 3 hours. Бұл программа ұзақ болды, бірақ өте қызықты болды. Актерлар ол жерде өлең айтты және 3 сағат бойы биледі. Олар өте керемет костюм киген. It was so good. Бұл өте қызықты болды. I didn't want to. Бұл мен оның аяқталмағанын қаладым. At the end of the біз аяқталған кезінде өте ұзақ уақыт бойы, яғни қол шапалақтадық дейді. Келесі. After the film, яғни фильмнен кеткеннен кейін, after the film we went to restaurant for dinner. Фильмнен кейін біз яғни ресторанға тамақтануға бардық. I had a burger, яғни мен бургер жедім. But my dad didn't eat anything. Яғни бірақ менің әкем ештеңе жемеді. We didn't go home. Біз үйге бардық, өйткені бұл 11-15, яғни түн болатын. And the last train was at, яғни соңғы train, яғни соңғы пойыз 10:30-да кешке кетіп қалған. We stayed in a hotel and went home in the morning. Біз отельде қондық және үйге таңертеңгі уақытта бардық дейді. Келесі екінші жаттығуда we write sentences. Яғни мұнда не болымды, не болымсыз түрлерін жазатын боламыз. Болымсыз кезінде яғни яғни олар кино көрген, яғни олар көрген жоқ деп жазамыз. They didn't watch. Яғни we didn't write, яғни we wrote. Мұнда бізде болымсыз түрінде жасалған, біз болымсыз сөзге айландырамыз. Яғни біз жаздық, ары қарай дәл осылай аяқтатасыздар. She didn't know, яғни ол білді. She know, яғни өткен шақ кезінде ол білген. Қазір сіз ол білген жоқ деп жазасыз. She didn't know. Келесі үшінші, we didn't go to the cinema. Яғни біз кинотеатрға барған жоқпыз. Өткен шақ формасында we went to the cinema. Біз кинотеатрға бардық. Дәл осылай аяқтатасыздар деп ойлаймын. Келесі бізде төртінші жаттығу. Төртінші жаттығу кезінде think about last year. Write about 6 things that happened to you. Use the ideas in the box help you. Яғни сенмен болған оқиғалар туралы 6 сөйлем жаз дейді. Мұндағы қорапшаның ішіндегі сөздерді пайдалану керек. I went on a holiday to Turkey. Яғни мен Түркияға бардым, to London. Өздеріңіз қалай жазыларыңыз келеді, солай жазсаңыздар болады. My friends met near яғни мен мұнда дұрыс жазбаппын. My friends деп жазбаймыз. Мына жер дұрыс емес, соны ұмытпаңыздар. Или my parents, или my sisters деп жазсаңыздар болады. Только friends деп жазбаңыздар. I went to the theater with my sister. Мен әпкеммен бірге театрға бардым. My parents traveled by plane. Менің әкешем, яғни самолетпен саяхаттады. Келесі
бізде келесі беттің тапсырмалары ол 34-ші беттегі жаттығулар. Мұндағы жаттығуларда дұрыс жауап таңдайтын боламыз. Яғни біріншісінде Susanna is average age, she is got. Яғни оның бойы орташа, оның қара, яғни шашы және қоңыр көздері бар. Our teacher has got, яғни мындай beard болады. Мына жауапты таңдайсыздар. Осыны ұмытпаңыздар. Бұл осы дұрыс жауабы. Келесі, екінші, үшінші. Slim. Төртінші, green, яғни көк көзі және де бұйра шаштары бар. Келесі тапсырма бізде екінші тапсырма. Екінші тапсырманы орындаған кезде, яғни мұндағы complete the words in the description. Яғни мұнда берілген сөздерді ашатын боламыз. Бізге барлығын басқа әріптері берілген, біз соңғы әріптерін жазатын боламыз. My name is Ella and I am 16 years old. Менің атым Ella, мен 16 жастамын. I've got green eyes, менің көзім көк, және I've got glasses, мен очки тағамын. I'm quiet, мен өте тынышпын, және мен яғни quiet tall деген, яғни орташа биікпін. I'm average, мен орташа биікпін. My sister Hannah is 10, менің апайым бар, яғни сіңілісі бар, 10, ол 10 жаста. She is quiet, яғни ол тыныш, яғни quiet short, яғни орташа аласа. And she is slim, ол арық. Our dad's name is Tony, біздің әкеміздің аты Tony, ол орташа бойлы. And he has got a, оның яғни мұрты бар. Біздің мамамыздың аты Сандра, яғни оның шашы ақшыл және көзі көк дейді. Келесі тапсырма. Look at the photo described Nicole Kidman. Яғни мұндағы актрисаны сипаттайтын боламыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жазсаңыздар болады. Мен мұнда шашы туралы, көзі туралы жаздым. Өздеріңіз арғай аяқтасаңыздар болады. Төртіншісі, write 5 sentences to describe yourself. Өзіңді сипаттауың керек болады. Мен мұнда кішкене ғана сіздерге мысал болсын деп жазып кеттім. Сіздер бұл тапсырманы өздеріңіз орындайсыздар. Каналыма лайк басыңыздар, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.